ковид кезінде вирус қой, адамдар емделе алмай қалды. Бүкіл дүниежүзі врачтар, дәрігер қосылған ғалымдар бар, бәрі ешкім емдей алмады. Тура сол сияқты вирустың гепатит Б, С кезінде ол ем неге қиын? Өйткені вирустың оның салмағы да, өлшемі де өте кішкентай. Ол деген клетканың ішіне ядроның ішіндегі ДНК, РНК, рибонуклеиндік соған жабысылады екен. Соған жабысқандықтан оған жәнегі вирусты кетіретін антипротивовирусный дәрілер уақытша олар капсулаға кіргізіп, ана іштен шығара алмайды. Вирусқа ем жоқ. Өздеріңіз грипп болғанда қалай? Тек қана иммунитет капли бірдеңкелер қолданады, дұрыс па? Ол өйткені дәрі-дәрмектер үлкен молекула қолдан, ойдан тапқан дәрі-дәрмектер олар үлкен молекула клетканың ішіне де бара алмайды. Мен всегда бәрін айтам, панацея от всех заболеваний иммунитет, иммунная система, иммунная клетка. Әйтеуір ол ана вирус ішіне кірді ғой, тура солай шығатын жолы бар да, оны тепе-теңдік айдап ішінен шығаратын бірден бір ол иммунитет. Сондықтан біздің протокол, біз ана вирусқа әсер етпейміз, ауруларға әсер етпейміз. Біздің мақсатымыз клетка, организмдегі 63 триллион клеткаларды қалпына келтіріп, соның ішінде иммунный клеткалар бар. Соларды қалпына келтіргенде иммунитетіңіз, клеткаларыңыз дұрыс жұмыс істей бастағанда, біріншіден ол вирус кіргізбейді. Екіншіден вирустың ішіндегі остаточное явление деген бар, оларда продукты жизнедеятельности. Соларды шығарып, соларды тазартып, қанша адамдарда, даже ковидтен кейін осложненный фиброз қалған адамдарда нәтиже болып жатыр.